осыдан бір 3 ай бұрын сол атамекен туралы көтердік Нұреке сізге. Жалпы бұл халыққа дұрыс қызмет істемей жатыр. Бұны қаржыландыру көздерін тоқтату керек. Өйткені бұл ешқандай бір талап деңгейіне жауап бере алмайды. Халықтың көңілінен шықпай жатыр деп. Егер біз ақшаны кім үшін беріп отырмыз? Ақшаны халық үшін беріп отырмыз. Халықтың көңілінен шықпай жатса, бұл мәселені тоқтату керек деп сол кезде мәселе көтерген болатынбыз. Бұл басқарма деңгейінде де қаралды, сіздерде. Сол шешім қалай болды сол атамекен? Енді ол шешім бойынша бұлар шешім болғанда бұл жөнінде жаңа біз енді заңдылықта бар сондықтан заң аясында біз қарап тиісті шешім шығарып оларға ескертулерді бердік. Жаңағы айтылып отқан бозарықта өте дұрыс сұрақ. Өйткені бозарықта бұлардың жаңа жолдың оң бетінде Алматы өткен шекара. Сол жерде жаңағы врачебный амбулатория дейміз ғой, врачебный амбулатория. Ол жерге де мен 2-3 рет барғанмын. Сол жерге барып мынау күндізгі стационар ұйымдастырып, басқа да тиісті бейінді мамандарды көбейту туралы олар жаңағы графикпен келген соны ұйымдастырамыз. Енді бірақ біз кейінгі кезде өте жақсы көтеріп жатыр. Біздің де оларға сұрақтарымыз болып жатыр. Сол жаңағы бозарықта өздеріңіз білесіздер, үйлер салып жатыр, көп үйлер салып жатыр. Көп қабатты. Сол көп қабатты үйлерге байланысты бозарықтың біз жаңағы көп қабаттарынан сол жақ бетінде үй жол. Сол жерге бір үлкенірек емхана салу керек. Өйткені халық өсіп жатыр. Соған біз 1-2 рет оларға ресми осындай сұрақ қойдық. Сіздерге өткен берілген осы аумақ егер салатын болса салыңыздар, болмаса біз оны басқа инвестормен болмаса өзіміз мемлекет тарапынан қараймыз. Нұреке, сол ескерту сол бірінші мәрте алды ма жоқ? Бұдан алдында ескерту алған ба атамекен? Атамекен жаңағыдай біздің тарапымыздан ескерту болғанда біз оларға жаңағыдай айтамыз ғой. Енді оның тікелей құқығы жоқ қой біздің денсаулық сақтау басқармасында. Негізі Нұрекеде, егер сіздер енді барлығын халық үшін, халықтың игілігі үшін істеп жатқан болатын болсақ, неге біз халықтың сұранысына біз назар аудармаймыз? Біріншіден, екіншіден, бұл Мұрат Төлтебаев деген менің білуімше бұл зам-әкім болып жұмыс істеді ме? Бұл вообще медицинаға қатысы жоқ адам ғой негізі. Мысалы, прокуратурада жұмыс істеген деген. Сол өкесі бізден финполиция, прокуратура барлығы осындай жобаларға кіріп алған тендерлердің бәріне. Бізге негізі кішкене осы салада бір дамытып жүрген қаншама атамекен сияқты мықты клиникалар бар. Неге солардың бәрін біз осы жобаларға тартпаймыз? Өйткені қашан қарасақ арыз шағым, бірақ біздің айтып жатқан мәселеміз ол билікке жетіп жатқан жоқ қой, халықтың айтып жатқан. Сөйтеміз де біз екі ортада халық бізге наразы болып күшейген сайын күшейіп жатыр. Сондықтан осы мәселелерді бір өзіңіз бір кішкене ойланып, басқарма басшысы ретінде сіздің қолыңызда біраз мүмкіндіктер бар ғой. Осыны бір кішкене бір сергек қарасаңыз. Рахмет. Онда мен